Шоу-бизнес жұлдызы Ақбота Керімбекова өзі өткізген ұтыс ойынына қатысты бар шындықты айтты. Әнші ешкімді алдамағанын және халықты ақша салуға шақырмағанын алға тартып, ақталып әлек болды. Ол ұйымдастырушыларға тым қатты сеніп қалғанын жоққа шығармады. Ақбота Керімбекова ұтыс ойынына қатысты даулы оқиғаға нүкте қою үшін Instagram парақшасында арнайы жазба жариялаған. Онда өнер иесі астарлы ақиқат бағдарламасына не себепті бармағанын түсіндіріп өтті. Оған қоса эстрада жұлдызы қателігін мойындап, өзінен жамандық пен зиян көрген жұртшылықтан кешірім сұрады. Амансыздар ма? Оразаларыңыз қабыл болсын баршаңызға. Астарлы ақиқатты көріп, жек көріп отырсыздар ма? Иә, қателігіміз болды, сенгеніміз. Өз басым ешкімді алдағаным жоқ, Алла куә оған. Барар жеріміз бір-бәріміздің. Құзырлы органдар тексеріп болғаннан соң өз ойыммен бөлсемін деп сабыр сақтап отырғанымда өтірік емес. Розада мен де ақша салыңыздар дегеніміз жоқ ешбір жарнамада. Ұтыс ойыны мен инвестиция екі бөлек дүние. Ұтыстан бір қазақ болса да үйлі, көлікті болса деген ниетім болған. Розаның өткізген ұтысында дәлелдерге сеніп, мен де құжаттарын көрсеткен соң қайырымдылыққа сендім. Ақша салу деген енді. Ондай батпан ақшаға мен де сенбеймін. Өзім біреуге ақша беріп, басым күйген талай. Ақшаларын көбейтіп алу болды бойлары. Иә, түсінемін. Бірақ мен алып, мен қайтарам деп сендірсем, әңгіме басқаша болар еді. Барлық дәлелде айтылар. Астарлы ақиқат бағдарламасына қатты сеніп отырсыздар ғой. Бармағанымның өз себебі бар. Қарасын айтып, ағын айтпағанына налып отырмын. Мейлі, ақталмаймын. Қалғаны уақытында айтылар. Коронавирус ауруы бір-бірімізге жала жауып, қаралайтын, сүрінгенді табалайтын ауру болды ғой. Өкінішті. Менен зиян кешіп, менен жамандық көрген болсаңыздар, кешірім сұраймын баршаңыздан. Қалай түсінсеңіздер де өз еріктеріңіз. Өнер адамдары да халық екенін білсеңіздер деймін. Аллам жар болсын баршамызға, деп жазды өнер иесі.